Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанар Баймырзаева. Бүгін 9 сынып оқушылары үшін адам ағзасында химиялық элементтер бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: элементтерді ағзадағы сандық құрамына байланысты макро және микро элементтерге жіктейді. Элементтерді жіктеңіз. Бірінші, сутек бізде макро элементке жатады. Екінші, көміртек макро элементке жатады. Келесі, кобальт микроэлементке жатады. Магний макроэлементке жатады. Натрий макроэлемент. Стронций микроэлементке жатады. Келесі, азот макроэлементке жатады. Йод микроэлементке жатады. Оттек макроэлементке, бром микроэлементке жатады. Келесі тапсырма: тамақтану рационында құрамында темір, фосфор, магний, йод бар тағамдарды ұсынуымыз керек. Темір бізде өрік құрамында, алма, анар құрамында, ет құрамында, бауыр құрамында болады. Келесі, фосфор балық құрамында, ет құрамында болады, сары майда және кофе құрамында болады екен. Магний бізде жемістер құрамында, жидектер құрамында, йогурт құрамында болады. Және қара шоколад, қара түсті шоколадтың құрамында болады. Йод бізде теңіз өнімдерінің құрамында болады. Және жұмыртқаның құрамында болады. Келесі, ағзада магний мен йодтың жетіспеушілігі қандай аурулар туғызатынын болжаңыз. Магний жетіспесе, бұлшық еттің тырысуы орын алады. Келесі, йод жетіспесе, қалқанша безі ауруларына шалдығады. Басқаша оны зоб деп айтады. Отыз жыл бойы мұхитқа төгіліп отырған, улануды тудырған металл бұл бізде сынап. Бұл металдың адам мен жануар ағзасына қандай жолмен түсетіндігін сипаттаңыз. Алдымен бізде зауыттан төгілген қалдық мұхитқа барады. Балық ағзасына түседі. Осы балықты адам тұтыну арқылы осыдан бізде адам ағзасына түседі. Келесі, ауыр металдармен уланудың алдын алуын түсіну жаңағы ұсыныңыз. Улы қалдықтарды суға жеткізбей, залалсыздандыру.
демек экологиялық тұрғыдан тиімді жолмен оны жою. Келесі элементпен жаңағы оның функциясы, олардың организмде жетіспеушілігін салыстыруымыз керек, сәйкестендіруіміз керек. Бұл жерде бірінші бізде фосфор, екінші хлор, үшінші кальций, төртіншіге темір сәйкес келеді. Адам ағзасында заттардың ақуыздар, майлар, көмірсулардың денедегі функциялары мен ақпарат көздерін жазып шығуымыз керек. Функциясы ақуыздардың бұл бізде қорғаныш қызмет атқарады және тасымалдау қызметін атқарады. Бұршақ өнімдерінде болады ақуыздар. Етте болады, сонымен қатар жұмыртқада. Майлар бізде энергия көзі және энергия қоры. Майлар балықта болады, жаңғақта болады, жануар майында болады. Зәйтүн майында болады. Келесі көмірсулар бізде энергия көзі. Нанның құрамында, тәттілер құрамында болады. Ұнның құрамында, шоколад өнімдерінің құрамында болады. Осымен тапсырмалар аяқталды. Бұл 18 балдық бақылау жұмысы. Сұрақтар болса, комментарий бөліміне қойып кетсеңіздер, жауап беретін боламын.